Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иондық байланыс. Оқу мақсаты иондық байланыстың түзілу механизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжау. Бағалау критерийлері иондық байланыстың түзілу механизмін сипаттайды және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжайды. Иондық байланыс металдар мен бейметалдар арасында түзіледі. Иондық байланыс түзуге қатысатын химиялық элемент атомдары да өздерінің сыртқы электрон қабаттарын аяқтауға тырысады. Электрон қабатының аяқталуы электрондардың бір атомнан екінші атомға ауысуы нәтижесінде іске асады. Валенттілік электрондардың беретін атомдар оң зарядты иондарға, ал қосып алатын атомдар теріс зарядты ионға айналады. Атомдардың электронды беру немесе толық қосып алу нәтижесінде түзілетін зарядталған бөлшектер иондар деп аталады. Ион оң зарядталған иондар катиондар, теріс зарядталған иондар аниондар деп екіге бөлінеді. Иондар арқылы жүзеге асатын байланыс иондық байланыс деп аталады. Натрий атомы сыртқы қабатындағы бір электронын беріп жеріп катионға, хлор атомы сыртқы қабатына бір электронды қосып алып анионға айналады. Катион оң зарядталған иондар, анион теріс зарядталған иондар. Аттас зарядтарының бір-бірінің тартуы нәтижесінде химиялық байланыс пайда болады. Натрий атомы өзінің бір сыртқы электронын хлор атомына беріп, неонның өте тұрақты конфигурациясын қабылдайды. Электронды қосып алып, хлор да тұрақты конфигурацияға ие болады. Натрий атомы оң зарядталған натрий катионына айналады. Өз кезегінде хлор атомы теріс зарядталып, хлорид анионға айналады. Әр аттас зарядталған иондар электростатикалық күштердің әсерінен бір-біріне тартылады. Осылайша, жаңа қосылыс натрий хлориді, натрий хлор түзіледі. Бекіту тапсырмасы. Бірінші тапсырма берілген катиондарға тиісті модельдерді сәйкестендір. Катиондар литий, магний, кальций, калий катиондары берілген. Дұрыс жауабы литий катионына 2, магнийға 1, кальцийға 4, калийға 3 сәйкес келеді. Екінші тапсырма. Берілген атомдар арасындағы иондық байланыстың түзілу механизмін көрсетіңіз. Литий, хлор, кальций, оттек. Дұрыс жауабы литий сыртқы қабатындағы бір электронын беріп жеріп, катионға хлор қосып алып анионға айналады. Кальций 2 электронды беріп жеріп 2 плюс катионға, оттек 2 минус анионға айналады.
Қорытынды: бүгінгі сабақта иондық байланыстың түзілу механизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжайды. Қосымша ресурстар: химия оқулығы 8 сынып Оспанова, Білімланд сайтындағы иондық байланыстар тақырыбын қосымша көру. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.